Баршаңызға сәлем, сіздермен Жанар Баймырзаева. Бүгін 10 сыныпқа арналған химия пәнінен бірінші тоқсандық жиынтық бағалаудың тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: металдық байланысты анықтаңыз. Металдық байланыс иондар мен еркін қозғалатын электрондар арасында түсетін байланыс. 3 дұрыс бізде. Келесі тек 3 деген нұсқа дұрыс болып есептеледі. Ковалентті полюссіз қосылысты көрсетіңіз. Полюссіз қосылыс бұл бізде оттек. SP3 гибридтелген, бұл жерде метан. Келесі қосылыстарды SO2-де бізде SP2 гибридтену орын алады. градус байланыс бұрышы. Кеңістік пішіні дұрыс 3 бұрыш. AX2 E1 болады. Молекулалық пішіні бор йод 3. SP2 гибридтену орын алады. 120 градус. Дұрыс 3 бұрыш. AX3E. Келесі алюминийде реттік нөміріне тең 13 протон болады бізде. Электрон санын таппастан бұрын нейтрон санын тауып алайық. 27-тен 13 азайтсақ 14, электрон саны 10, себебі плюс 3 деп тұр, электроны жоқ. Күкірттің реттік нөмірі 16, 32-ден 16 азайтсақ 16 нейтрон болады. Электрон саны 16-ға 2-ні қосамыз, 18, себебі минус 2 деген заряд бар. 15 протон, 16 нейтрон болса, 15-ке 16-ны қосамыз, бұл 31. Атомдық массасы тең болады 31. Атомдық массасы 31-ге тең, бұл бізде фосфор. Кестедегі бос орындар белгілеп, мәліметтерді қолдана отырып толтырыңдар. Есептейік. Нөмірі 5-тің асы екен. Зат мөлшері CO2 жоқ, осыны табамыз. Массаны малярға массаға бөлеміз. 16-та 5-ті бөлеміз 44-ке. Қазір жазылайық, есептеуді жүргіземіз. VCO2 тең N көбейту M. Он 16-та 5-ті бөлеміз 44-ке. 0,375 моль. 0,375 мольді көбейтеміз. 40 маляра көлем мына жерде. 22,4
литр бөлінген мольге. 8-де 4 литр. Малярғы массасы бізде 44-ке тең. Енді H2S4 үшін массасын табайық. Зат мөлшерін малярғы массасына көбейтеміз. Зат мөлшері 2,5 моль, оны 98-ге көбейтеміз. 2,5 98-ге көбейтеміз. 245 грамм шығады. Келесі молекула санын табайық. Зат мөлшерін Авогадро санына көбейткенге тең. 2,5-ді көбейтеміз 6-дан 0,2, оның 23 дәрежесіне. 15-ден 0,5, оның 23 дәрежесі. Тығыздығы малярғы массаны малярғы көлемге бөлгенге тең. 98-ді 22,4 литрге бөлеміз. 4-те 375 грамм бөлінген литр шығады. Осы шамаларды қазір жазып шығайық. Зат мөлшері 0,375 моль. Массасы күкірт қышқылының 245 грамм. Көлемі 8,4 литр. Молекула саны 15-ден 0,5, оның 23 дәрежесі. 44 грамм моль малярғы массасы. Тығыздығы 4,375 грамм бөлінген литр. Келесі есеп шығарайық. Келесі есебіміз нөмірі 5Б. Омега көміртек тауып аламыз. Ол үшін 100%-дан қалған пайыздық мөлшерлерді алып тастаймыз. 39, 48, 1. 39, 48 қосу 1, азайту 100, 12%. Сонымен, заттың құрамында бізде калий бар, оттек бар, сутек бар. Ретімен қойғай қазір. Калий X, H, Y, S, Z, O, M бар. X, Y, Z, M-нің қатынасын тауып аламыз. Біріншісі бізде калий 39-да, оның атомдық массасы 39-ға бөлеміз. Екінші, Y дегеніміз бізде сутек, 1-ді атомдық массасы 1-ге бөлеміз. Келесі көміртек бізде, мына жерде көміртек, Z дегеніміз ол 12-ні 12-ге бөлеміз. Үшінші оттек 48-ді 16-ға бөлеміз. 1, 1, 1, 3 шығады. Демек, ол калий HCO3 формуласы. Нөмір 6 есеп. Омега қоспа берілген. Тен 4%. Кальций CO3-тің массасы берген 20 грамм. М кальций О тен 10 грамм. Шығым табу керек. Шешуі. Кальций CO3-тің таза массасын тауып аламыз. Ол дегеніміз 20 граммды 96-ға көбейтіп пайызға, 100%-ға бөлгенге тең. 20 көбейту 96 бөлу 100. 19-да 2 грамм. Енді реакция теңдеуін жазамыз. X грамм, 56 грамм. 19-да 2 грамм деп жазамыз. Малярғы массасы астына 100 грамм жазамыз. М кальций О тең
19-да 2 көбейту 56 бөлу 100. Көбейту 56 бөлу 100. 10-да 752 грамм. Шығымды табу үшін оңды бөлеміз. 10-да 752-ге көбейтеміз 100%-қа. 10 бөлу 10-да 752. Сол кезде бізде 93% шығады. Сұрақтар болса комментарий бөліміне қойсаңыздар, жауап береді.